Сәлеметсіз бе оқушы? 88 сабақ бір санымен байланысты көбейту мен бөлудің қасиеттері. Бірінші есепте көбейтуді қосумен алмастырып, көбейтулердің мәнін есепте. Бұл жерде бізде бір көбейту 3 деген, яғни бірді 3 рет қосуға болады деген сөзді білдіріп тұр. Ал 3 көбейту 1 деген сөз, ол 3-ті бір-ақ рет қос өзінің ғана жазуға болады. 2 көбейту 1 ол 2 болады, ал 1 көбейту 2, 1 қосу 1 деп қосумен алмастыруға болады. 34 көбейтілген 1 ол 34 болады, ал 1 көбейтілген 7 деген 1-ді 7 рет қосуға болады деген сөз. Яғни қай көбейтуін қосумен алмастыруға болады, неліктен болмайды. То есть мына 3 көбейту 1-ді болмайды, 2 көбейту 1 және 34 көбейтілген 1-ді қосумен алмастыруға болмайды. Екінші есеп, көбейтулердің мәнін есепте деді. 26-ны 1-ге көбейтсем, 26 болады. Яғни санды 1-ге көбейтсем, сол санның өзі шығады деген сөз. 1 көбейтілген, мына жерде 17-ні 34-ке қоссам, 11, 3, 4, 5 болады. 1-ді 51-ге көбейтсем, 51 болады. Сол сияқты 40-тан 24-ті, 10-нан 4 тастасам 6, 3-тен 2, 1. 16-ны 1-ге көбейтсем, 16 деген сан шығады. 1 көбейтілген 37-ні 3-ке қоссақ 40 болады. Сонда бізде жауабы 40 деп жауап береміз. 28 көбейтілген 14-тен 13 тастасақ 1, сонда 28 болады. 25-тен 24 тастасақ 1 көбейту 13 тең 13 болады. Жақсы. Үшінші қалып қойған санды тап. 1 көбейтілген 3 ол 3 болса, 3-ті 1-ге бөлсең 3 болады. Яғни санды 1-ге бөлгенде сол санның өзі шығады. Яғни А бөлінген 1 А болады. Мұндаға кез келген сан деген. Төртінші есеп өрнектердің мәнін тап. 7-ге 1-ді көбейтсем 7, 6-ға 1-ді бөлсем 6 болады. 35-ті 13-тен азайтсам 22, оны 1-ге көбейтсем 22 болады. 64-тен 60-ты азайтсақ 4 болады, бөлемін 1-ге, қайтадан 4-тің өзі шығады. 97-ні 1-ге бөлсем 97 болады, 0-ді 1-ге қоссам 1, 1-ге көбейтсем қайтадан 1 болады. 83 бөлінген 19-дан 18 азайтсам 1, қайтып 83-тің өзі шығады. 29, 19 қоссам 18 бір ойда, 3, 4, 48-ді 1-ге көбейтсем 48 болады. Жақсы. 5-ші мәндері бірдей әріпті өрнектер жұбын теріп жаз. Бізде 8-ге 1-ді қоссақ мына 9 болады, сонда 9 көбейтілген x деген сөз. 45-тен 44-ті азайтсақ 1 көбейтілген x деген сөз. Мынау 7-ден 0-ді азайтсаң 7 көбейтілген x. Яғни мәндері бірдей. 9 көбейтілген x тең 8 қосылған 1 көбейтілген x дегеніміз тең болады. X көбейтілген 7 мен 7 азайтылған 0 көбейтілген x тең болады бізде. Мәндері бірдей болса, мұны x-ті 1-ге бөлсең x болады бізде. Ал 45-тен 44-ті азайтып, оны x-ға көбейтсең де мәні x болады бәрібір. 6-шы есепті шығар. Ат спорты жарысына 4 топтан құралған ойыншылар қатысты. Әр топта 9 ойыншы бар. Жарысқа барлығы неше ойын қатысты? Яғни 4 топтан 9 ойыншы. 9-ды 4-ке бөлсек 36, сонда жарысқа барлығы 36 ойыншы қатысты деп жауап береміз. 7-ші есеп сантиметрмен өрнектеп шығар деді. 6 дециметр 3 сантиметр бізде 6 дециметр 60, 3 қоссаң 63 қосылған 28. Қосатын болсақ 11, мынау 8, 91 сантиметр болады. Сол сияқты 84 сантиметрден азайтамын 57 сантиметрді. Сонда 14-тен 7, 7-ден 5, 2, 27 сантиметр болады. 3 дециметр деген ол 36 сантиметр қыламызда, бөлем 1-ге бәрібір 36 сантиметр болады. Сол сияқты 5 дециметр ол бізде 50 сантиметр, көбейтілген 2, 100 сантиметр дейміз. Жақсы. 8-ші теңдіктер құр. 56 мен 55 сандардың айырмасы мен 13-тің көбейтіндісінің мәні 13-ке тең бізде. 16 мен 15 сандардың айырмасын 4 есе арттырса 4 шығады. Жақсы.
9-шы 18 көбейтілген 87 азайту 86. Жақшаншы бізде 1 болады, сонда 18-ді көбейтен 1-ге 18-дің өші шығады. 1 көбейту 100-ден 14 азайтсақ, 10-нан 4 6, 1 қарыс кетті 9-дан 1 8, 86. Сонда жауап 86 болады. 25-ті 19-ға қосам. 14 бір ойда, 3, 4, 44-ті бөлемін 1-ге, қайтып 44-тің өзі болады деген сөз. Жақсы. Салыстыр деді. Қараймыз, 1-ге 37-ні көбейтсек 37, 1-ге 37-ні қоссаң 38. Демек 38 қосындысы жағы үлкен деген сөз. 9-ды 1-ге бөлсек 9, 16-нан 7-ні айтсақ 9. Теңдік жағы бізде тең. Бұдан бұны азайтсақ бізде 0 болады, 1 болады, 1 жақ үлкен болады. Жақсы. 10-шы есеп бір саны мен төмендегі әрбір санның қосындысының мәні артық па, көбейтіндісінің мәні артық па? Әрине, әрқашан қосындысының мәні болады. Себебі 1-ге 10-ды қоссақ 11 болады, көбейтсек 1-ге 10-ды. Сол санның өші шығады, сонда қосындысы барлығы үлкен болады деген сөзді білдіреді. Жақсы балдар, сау болыңыздар.